Стокгольм махкемесінде Нафтогаз ве Газпром давасы бойынша отырымлар башланды. Нафтогазнын башты жери мудиры Юрий Витренко деген кебі махкеме бусене майыс айында арбитраж махкемесі тарафындан алынған қарарының әмелге кечірілмесіне тарафларының мевамларына огренмелі. О вақыт уч эсас нокта бойынша Украин тарафының менфаатына қарар чықарылған еді. Яни ал ве оде умдесі лягу етілді. Газның рейхраджы мусады етілді ве фиятларны белгіле формуласының денештірілмесіне Украин аққы танылды. Украин тарафы о вақыт ғалебе аққында білдірді. Русия есе қарарны ортанжы деп адлады. Нафтогаз ве Газпром бұл қарарны насыл етіп еріне кетірмек меселесінде анлашып оламады. Шымды бұны махкеме етмелі. Уч сене деваманда Нафтогаз талаплары 30 миллиард долларға, Газпромның есе 47 миллиард долларға етті.